Ассалаумағалейкум азагені хан деген блогердің әйелімен видеосы тарап кетіп масқара болып жатыр. Енді осы видеода бұл адамдардың видеосы қалай тарап кетіп жүр. Одан кейін мыналардікіндей жағдайға түсіп қалмас үшін біз не істеуіміз керек, қалай сақтануымыз керек. Сол жайлы айтып, сол жайлы талқылайтын боламыз, кеттік бастайық. Енді қараңыздар, бұл хан дейтін блогер екен да. Инстаграм жүргізеді. Блогер болғандықтан бұл мобилографтармен жұмыс жасайды. Егер бұлардың жаңағы видеосы үшінші адам таратып жіберген болса, екеу емес басқа біреу таратып жіберген болса, жаңағы бұлармен жұмыс жасайтын, блогерлермен жұмыс жасайтын, енді әр блогердің өзінің мобилографтар болады, монтаж жасайды, инстаграм жүргізетін, сондайлар таратып жіберуі мүмкін. Мынау азаба екен, тамада екен, тойға шығады, сол кезде қасында мобилограф болады, бұны видеоға түсіреді, жаңағы тойдағы қызықты сәттерді алып, кесіп, монтаж жасап, инстаграмға салады. Сол кезде бұның телефоны жаңа мобилографтың қолында болады. Демек, телефондағы бүкіл ақпарат, жаңағындай видеолар үшінші адам көреді деген сөз да. Сөйтіп жаңағы адам байқамай мына видеоны көріп, қызық көріп, өзінің досына жіберуі мүмкін. Мына жындыны қарашы, мынадай видео түсіреді екен деп. Жаңағы досы алып, өзінің досына жібереді, сөйтіп бір-біріне жібереді, чатқа жібереді, WhatsApp-тың чаттарына жібереді, сөйтіп тарап кетуі мүмкін да. Егер үшінші адамның тарабынан тарап кеткен болса бұл видео, сондай жағдай болуы мүмкін. Міне. Енді мен нақты солай болды деп айтып отқан жоқпын. Сіздер сақ болсын деп айтып отырмын да. Егер сіздер телефонмен әлеуметтік желі жүргізесіздер, қазір барлығыңызға ақылда бар. Қазір жұмысқа бір бөлек телефон, жеке мақсатта қолдануға бір бөлек телефон ұстау керек, адам дейтін екі телефонмен жүру керек. Вот. Жаңағындай метро жағдай болып қалмас үшін. Міне. Сол. Енді мен нақты бұл ханның мобилограф ойбай видеосын алып тарап жүрген сол деп атқан жоқ. Мысал ретінде айтып отырмын да, сондай жолмен тарап кетуі мүмкін деп отырмын мен. Міне. Және енді бұның видеоның қалай тарап кетуі жайлы талқыладық, айттық. Енді осындай жағдайға түспес үшін не істеу керек, не істемеу керек. Бұндай жағдайға, бұндай масқара болмас үшін ең бастысы бұндай видео телефонға түсірмеу керек, сақтамау керек. Міне. Егер болмай бара жатыр, түсіреміз ойбай керек деп атсаңыздар, онда сіздер айфонға түсіріңіздер. Android телефондарына жоламаңыздар. Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo дейтіндерге түсірмеңіздер. Бұл Android телефондар бұзуға өте оңай болады. Хакерлер емес, бір жай адамдар бұзуға аласады бұны. Керек емес. Android телефон бар ғой, түсіріп қойсаңыздар, өшіп тастаңыздар, одан кейін ол телефонды басқа біреуге бермеңіздер. Ескіріп баратса шағып тастаңыздар, сатпаңыздар ешкімге. Өйткені жаңа Android телефонның ішіндегі заттарды өшкен күннің өзінде, қалай өшірген күннің өзінде қалпына келтіріп алу өте оңай. Міне. iPhone ұстаңыздар, iPhoneға түсіріңіздер болмай баратса. Жоқ. Ең бастысы олай түсірудің керек емес жаңа телефонға. Өте қауіпті. Сол болмай баратса түсіру керекпіз, өтіп баратымыз, түсірмесек өлеміз деп атсаңыздар, айфонға түсіріңдер. Оның өзінде жаңағыдай айфонды бала-шағаға беріп қойып, достарыңа беріп қойып, ондай керек емес. Жалпы телефонға түсірген өзі қауіпті ғой енді. Жайды айфон кішкене андроидтарға қарағанда қауіпсіздік жағында мықты да, бірақ сен араласасың, бір достарыңмен араласасың, ішесің, жейсің, бір мас болып отырып, телефонды ашып қойып, ақтарып отырып, ұйықтап қалуы мүмкін да. Қасындағы адамдар үшін ақтарып жіберуі мүмкін. Сондықтан телефонға ол керек емес. Сол. Енді бұл ханның әйелі екеуінің видеосын елдер айтып отыр, кейбіреулер айтып отыр, бұлар әдейі түсірген. Енді түсірген жайды әдейі таратып жүрген, хайп үшін анау-мынау деп. Енді Құдай сақтасын да, мен бұлардың видеосын бар ғой, TikTok анамынан қарасаңыздар, жаңағы осылардың видео түсіріп жатыр ғой енді, тарап кетті анау-мынау деп. Астына комментарияны қарасаңдар, бұлардың видеосын сатып жатқандар бар да. Бұл не деген масқара, толық видеосы бар, сатамыз деп жатқан Telegram каналға өтіп. Ең сұмдық мынау. Сен хан дейтін блогер, бұны мазақтап нетіп жатыр ғой енді Инстаграмда. Көбін айтып жатыр, жаңағы арыз жазам деп жатыр да, типа мазақтағандар үшін анау-мынау деп. Сен үйтіп жаңағылар неткенше бағана видео сатып жатқандарға нетсе, соларға арыз жазсай. Қазір
киберполға бар, айт, тауып шығып жаңағы видеоны сатып жүргендердің көкесін танытсын әкесі. Бірақ Құдай сақтасын да, бұл хайп үшін нетті деген бұл өте ауыр, бұл өтірік бұл. Сол, осындай жағдай болып жатыр. Жаңа мынаның видеосын сатып жатқандар біраз ақша жасап қойған шығар, бірақ қалай ол? Табу болып қойған ғой. Жаңағылар мақұл енді. Телеграммен етеді, анонимді түрде де бар. Бірақ ана сатып алатындар бәрібір перевод жасайды ғой ақша. Сонда біліп қалды ғой сендер. Қалай сонда бастарың істемей ма жаңағы мына видеоны сатып жатқандар? Жынысыңдар ма сендер? Көкелерін танытады ғой ертең тауып. Қысқасы. Одан кейін мынандай. Мына көріп отқандардың арасында мыналардың видеосы болса, біреуге жібермеңдер. Достарыңа жаңағы TikTokқа шығып, жазып отқан видеосы бар ма деп отқандарға айтпаңдар, менде бар, жаз деп. Бәле болады. Жаңағы өтірік аккаунт ашып маған жіберіңдерші, қыздардың аккаунтын ашып маған жіберіңдерші, анау мынау деп сендерді бар ғой, қадір кетіп жүрмесін, жастар. Жаңағы видеоны сенің өзің бір жерден алған болсаң, жаңағы сатып, енді ана байқамай алып қалған болсаң, жоқ енді сен түсірмедің да, бірақ ана таратқаның үшін сен түсірмедің, бірақ ананы сен менде бар деп жаңағы комментариямен TikToктан бір-бірін тауып жіберген үшін байқа сен. Абайландар жастар. Абайландар.